Бәріңе сәлемдістер, менің арнама қош келіңіздер. Бұл видео бізде бәрінің күткен видеосы, яғни бұл видеода мен сіздерге лизун жасап көрсетемін. Ол үшін бізге бос стакан және борная кислота қажет болады. Бұндай борная кислота әрбір аптекада сатады және клей ПВА қажет болады. Ендеше бастайық. Ең алдымен клей ПВАмызды стаканымызға құямыз. Өзіңізге керекті мөлшерде құйыңыз. Енді борная кислотадан қосамыз. Көп қосып жібермеңіз, алғашында аздап қосамыз және араластырамыз. Мінекей достар, уже бізде дайын болып келе жатыр, біртүрлі қоюланып тұр. Және борная кислотадан қосып, толықтай дайын болғанша, яғни стаканның ішін тазартып алғанға дейін араластыра береміз. Достар, біздің лизунымыз дайын болды және ол маған өте қатты ұнайды. Мұны сіз лизун емес, не болмаса слайм деп жатыңызға болады. Әрқайсысы әрқалай атайды. Әрқалай аталса да өте керемет зат екен. Сен күле тұр? Сен онда болай берсің. Стоит, слушай, стоит, слушай, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сізге бұл видеоны ұнаса, сақсын жарты месін басуды ұмытпаңыздар. Және де менің арнама жазылыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Сау болыңыздар.